Олжас Сүлейменов замана заңғары. Мақсаты: халық жазушысы, ақын, зерттеуші Олжас Омарұлы Сүлейменов туралы мағлұмат беру, сөздік қорларын, тілдерін, ойлау қабілеттерін дамыту, тыңдаушыларды ұлтжандылыққа, отансүйгіштікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Олжас Сүлейменов 1960 жылдар әдебиетінің алдыңғы қатарындағы көрнекті ақын. 1954 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің геологиялық барлау факультетіне оқуға түскен ол инженер-геолог мамандығын алады. 1955 жылдан бастап жемісті шығармашылықпен айналысты. Оның арғы-атасы Олжабай батыр болған. Сол бабасының құрметіне ата-анасы есімін Олжас деп қояды. Олжас Сүлейменов шығармаларын орыс тілінде жазады, бірақ оның өлеңдерінде қазақы болмысы мен ой түйсігі анық көрініп тұрады. Жас ақынды елге танытқан алғашқы еңбегі Арғымақтар жыр жинағы 1961 жылы жарық көрді. 1961 жылғы 12 сәуір Олжас Сүлейменовтің өміріндегі айтулы күндердің бірі болды. Сол күні Байқоңырдан ғарышқа адамның ұшқандығы туралы «Адамға табын, жер енді» деп аталатын поэмасының алғашқы шумақтары жарияланып, еліміздің барлық аймағында ұшақтардан осы өлең жазылған парақшалар жауып жатты. 25 жастағы Олжас Сүлейменов шетелдерді аралап жүріп, сол өлеңін оқыды. 1961 жылы Қазақстан комсомолы сыйлығын, 1967 жылы бүкіл одақтық Ленин комсомолы сыйлығын алды. 1973 жылы Көгілдір Арал поэмасы үшін мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. 1971-1981 жылдары Қазақстан жазушылар одағын басқарды. Олжас Сүлейменов 1991 жылдан бастап саясатпен айналысты. 1995 жылы президенттің ұсынысымен Қазақстанның Италиядағы, қосымша Грекия мен Мальтадағы төтенше және өкілетті елшісі болды. 2001 жылдан бері Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы тұрақты өкілі. Ол әлі күнге дейін халқына қажет маңызды мәселелердің басы қасында. 1975 жылы Олжас Сүлейменов Азия еңбегінде игір жасағы туралы жыр жайлы ғылыми тұжырым жасады. Бұл жырдың түркі және славян мәдениеттерінің өзара ықпал нәтижесінде туған шығарма екенін дәлелдеді. Бабалар қалдырған ұлы тарих пен ұлан-ғайыр даланың туын жықпау, егемен елдің перзенттеріне мәңгілік парыз, сол жазылмаған міндетті Азиядай алтын еңбек жазып атқарған және бір азамат, ол Олжас Сүлейменов. Әйгілі әдебиеттанушы, ақын әрі жазушы 1975 жылы тарихи сенсация жасады. Шумер мәдениетіндегі түркілік сипаттарды түгендеп, қазақтың, яғни түркінің түп шежіресін 5000 жылға кейін шегіндірді. Бүгінгі қазақ тілі мен ежелгі шумер тілінде ұқсастық көп. Оған Олжас Сүлейменовтің адам тақырыбына сай келер 60 ұғымды салыстыруы айғақ. Атап айтқанда, ата, апа, ана, сіз, біз секілді сөздер ежелгі шумерлердің де лексиконында болыпты. Ғалым дәлелдеген тағы бір тарихи дерек орта ғасырларда Киев русі қыпшақ тілінде сөйлеген. Қыпшақтар мен Киев русінің айқасын суреттейтін игір жасағы туралы жырды зерттеу арқылы осындай пайым жасап отыр. Олжас Сүлейменов игір жасағы туралы жырда түркілік тұрпаттағы сөйлемдердің еркін қолданылғанына талай айғақ келтірді. Солардың бірі мысал етсек, туындыда «се-урим» деген сөз бар. Мұны монолингвист аудармашылар «се-урим» деп оқыған, яғни шахараты деп шамалаған. Асылында мұндағы «урим» кәдімгі түркі сөзі, қыздың өрімі. Бұл тоқтамды тарихи факт толықтырады. Қыпшақтар игір жорығынан кейін руске қайта шапқанда жазалаудың бір түрі ретінде әйелдердің шашын кескен. Мұндай мәліметтер мың сан, тек өтпелі кезеңдерде өзгеріске ұшыраған. Олжас Сүлейменовтің тұжырымдарын бабалар ізімен ғылыми экспедициясы тұғырға қондырды. Нақты деректер тапты. Игір жасағы туралы жырда баяндалатын оқиғалар қазіргі Украинаның Харков облысына қарасты аумақта болыпты. Ол атырапта 11-13 ғасырларда Батыс Дешті Қыпшақ пен Киев русі көршілес өмір сүрген. Харков қаласының бастауы саналатын Донецк қалашығы Киев русінің, ал Змеев шаһары Батыс Дешті Қыпшақтың шекарасы саналған. Ақын ойшыл Олжас Сүлейменовтің тұлғасы халық тарихының бір бөлігі.
Ол ұлтының жанашыры, елінің мақтанышы, әдебиетінің батыры, адалдықтың жаршысы.